Жекпе-жекке дайындығымыз жақсы жүріп жатыр. Жалпы бірінші этап бізде әрқашанда күш жинау барысынан басталады. Мына таулы жерде кросс жүгіріп, жаңағы таудың тастарын лақтырып, жайлауда дайындалып жатқан себебіміздің бірі осы. Бір жағынан қазақи дайындық деп айтсақ болады. Киіз үйде жатып, адам баласы жалпы мынау комфорт дейді ғой, сондайға тез үйренеді ғой. Киіз үйде жатасың, кішкене өзгешелік бар да бұл жерде. Адам кішкене бұрынғы жаңағы бабалардың қалай өмір сүргенін ескере отырып, солардың жаңағы олар неден күш қуат жинады, олар неге осындай күшті болды деген нәрселерді ескере отырып, таудағы дайындық пайдасын алып келеді деген үміттеміз. Жекпе-жек деген өзі оңай емес. Кәсіпқой бокс деген 10 раунд, 12 раунд жан берісіп, жаңағыдай жеңіске жету үшін аянбай тер төгесің рингте. Одан бөлек қаншама жаттығуың бар. Бірақ соның бәріне бір адамды жігерлендіретін бір күш керек, бір рух керек. Әр адамның жаңағыдай мотивациясы әртүрлі. Менің жалпы мотивациям туған жерге келіп, туған өлкенің топырағына бір аунап, ағаларымыздың баталарын алып, туған жерде дайындық жасау маған сол ерекше күш қуат береді, рух береді. Әрдайым дайындық жасамасам да, жекпе-жектің алдын ауылға бір кеп, ағайын туыспен амандасып, баталарын алып, туған жердің топырағын бір иіскеп қайтам. Жоңғар алатауында кезінде ата-бабаларымыз білектің күшімен, найзаның күшімен қорғап қалған жерлерді көріп, бір қуаттанып қаласың. Айдос бабамыз өзі негізі осы Жоңғар алатауы жағында туып өскен, туған өлкесі болады. Ошақтан келіп ол әрқашан әр бойында болмаса да, бірақ мүмкіндігінше келуге тырысып, осы жерден қуат алады, Алланың қалауымен. Біз бүгін сол Айдос бабамызбен бірге Жаңғыр ханның басына барып Құран бағыштадық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ясин вал Қур'анил хаким. Батыр бабаларымыз дәл осы жерде ерлік көрсеткен, керемет ерлік көрсеткен. Мына 300 спартанцев деп жатамыз, бірақ біздің батыр бабалар шын өмірде, тарихи оқиғада ерлікте жеңіске жеткен. Сондықтан біз осы жерде дайындалсақ, бізге ол ерекше күш қуат береді. Сондықтан біз дәл осы жерге дайындыққа келе жатырмыз. Қазір міне ағаларымыздың үйіне жақындап қалдық. Мынау келіп Жаңғыр хан бабамыздың басына осылай әрдайым Құран бағыштап тұрамыз. Міне ағамыздың жайлауына да келіп қалдық. Біздің үй міне ағамдардың киіз үйлер тығып қойған. Осы жерде Алла қаласа жатып дайындық өткіземіз, дайындық жасаймыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ойдасыңдар. Қалайсыздар? Жақсы бәте келулер. Қалайсыздар? Қалай қалдарың жақсы ма? Айдос бауырымыз екеуміз өстіп анда-санда тау басына шығып, бірге тренировка істеп тұрамыз. Қолымнан келгенше жаңа жекпе-жектеріне көмектесемін. Кезінде өзім де боксқа қатысқам, кішкене школам бар. Боксер ғана түсінеді ғой негізі. Қандай қиындықтар болатынын мен білемін де, өз басынан өткен. Сондықтан әрқашанда поддержка беруге тырысамын қолымнан келгенше. Оңай емес, психологиялық тұрғыдан да оңай болмайды бойдың алдында. Биенің сүтінде деген өте көп витаминдер бар. Комплекстік витамин дейміз ғой жаңағы. Бүкіл витаминдер бар биенің сүтінде. Кезінде ата-бабаларымыз осы биенің сүтімен жаңағы аттың үстінде жүріп небір жаулардың бетін қайтарған ғой. Осы биенің сүтінің арқасы деп ойлаймын сол. Соны енді бізде спортқа барынша пайдалануға тырысып жатырмыз. Сауғанның өзі спорт, ішкенің де спорт, жаңағы пайдалы. Ал, бисмилля. Саусақтарға
кәдімгідей күш түседі. Мына бокста жалпы жұдырықты қысқан кезде саусақтар мықты болу керек. Көп жағдайда боксерлардың саусақтары сынып кетіп жатады. Соған мынау бірден бір тренировка саусақтарын керемет талып кетеді. Қолдарını талады, білектерін талады. Жалпы көбінесе биені ер адамдар сауады ғой. Өйткені бұл жаңағы сиырдың емшегі сияқты жұмсақ болмайды, емшегі қатты болады. Тез-тез сау керек. Сондықтан көбінесе ер адамдар сауады. Жаңағы сауған биеміздің үстіне осындай қымыз жасап пішеміз. Құрамында адам ағзасына керекті витаминдердің бәрі бар. Біздің енді былайша айтқанда қазақи допинг деп айтсақ болады. Разрешенный қазақи таза допинг. Енді біз күш қуатты осыдан жинаймыз. Біздің келде елдер сұрап атады, сіздің соққыларыңыз жақсы, қалай күш қуат жинайсыз, қалай шаршамайсыз деп. Жауабым осы, қымыз. Ал енді міне қымыз ішіп күш қуат жинап алдық. Енді келесі біздің дайындық барысымыз жылқы үстінде. Жылқы мінудің өзі өте үлкен спорт. Біздің дайындықтың бір барысы. Сондықтан кеттік. Енді мен кәсіпқой бокста қазір өзімнің бір 100% стилім қалыптасты деп айта алмаймын. Өйткені қазір менің бокс стилім қалыптасу үстінде. Жалпы басында кумир ретінде әртүрлі боксшылар қарайтын едік, еліктейтін едік бұрында. Бірақ айтады ғой, жалпы әр адамның өзінің жеке почеркісі болу керек деп. Сол сияқты менің де жаңағы бокстан өзімнің жеке стилім болу керек деп есептеймін, және сол стилді мен дәл қазір қалыптастыру үстіндемін. Кәсіпқой бокста бәрі керек. Күш те керек, ақыл да керек, жылдамдық та керек, жаңағы шыдамдылық та керек, қайсар мінез де керек. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деген. Сондықтан жаңағы өзіңнің күшіңе сеніп, менің күшім көп екен, менің ударым қатты екен деп ақылға салмай бас салып кетсең, жаңағы өзің аяқ астынан опық жеп қалуың мүмкін. Сондықтан өзіңде бар күшті ақылмен жұмсай білсең, сен мықты боксшы боласың деп ойлаймын. Біраз күнде мен Австралияда жарыс өтеді екен. Соның алдында мына туған жерлерінден өзіне бір күш алып, кіндік қан тамған жерлер, жаз жайлау, бел жайлау дейміз біз енді. Осы жерден де кезінде Орбұлақ шайқасы болған тарихи жерлер. Мынау енді біз отырған жер міне Үштудың құйғаны дейміз. Осындай чемпион болғанын, осындай жарыстарда биіктерден көрінсін. Соған біз енді әрқашанда тілеп отырамыз. Әрбір жарысын үзбей көреміз. Промоторлық компания жайлы айта кетсем, мынау біздің Сүлеймен деген қазір промоторлық компаниямен жұмыс істеп жатыр. Сол атыраулық ағаларымыз осы бізге жақсы қолдау көрсетіп, қаражат бөліп, сонау шетелдің төрінде де жаңағы поездтарға төбелесіп, поезддар жеңіп алып жатырмыз. Мына мысалы 2018 жылдың аяғында WBO Global белдігін жеңіп алдым, тұңғыш қазақ болып. Сол жаңа жекпе-жекті сондай белбеуге таласуға мүмкіндік беріп отқан осы Сүлеймен деген промоторлық компанияларыма үлкен алғысын, рахмет. Абай атамыз деді, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп. Сол себептен ағаларымызға да рахмет. Біздер үшін сіздер де тақымдарыңызды әрдайым қысып отырасыздар. Алла қаласа енді үміттерін ақтауға тырысамыз.
жалпы бір демалыстан кейін біз Астана қаласында бір ай күш жігерін дамытуға арналған осы Бауыржан Рысбек деген жаттықтырушымен арнайы жаттығулар өткізіп бір ай жаттығып келдік. Общий физический подготовка дейді, тауда сол күш жігерін дамытуға тағы да басқа сондай жұмыстармен бастадық. План бойынша содан енді ары қарай қазір жалғасын осы Алматы қаласында осы орта класс залында жалғасып жатыр. Құдай қаласа енді бізде план бойынша 2 ай бұрын бастадық жұмысты, нақты жұмысты. Дайындық өзі 3 кезеңнен тұрады. Былай жалпы 4 кезең деп те айтуға болады, соңғы жаңағы спат кезеңін қосқанда. Жалпы былай 3 кезең. Бірінші күш жинау барысы, одан кейін таудан түсіп, жаңағы қалада жаңағы кроссфит сияқты жаңағы жұмыстарды жасап, выносливостімізді арттырып, шыдамдылығымызды арттырып, соған жұмыс жасаймыз. Одан әрмен қарай уже жаңағы спарринг жұмыстары басталады. Лапыда, бокс қапшығында жұмыс жасап, жекпе-жекке дайындаламыз. Былай бұрынғыдан қарағанда жылдамдығын қосқан, чувство дистанции, көру, бокста удар көру, бәрі жағын, сондай заготовкілер, комбинациялар дейді, сондаймен айналысып жатырмыз. Қарсыласымды зерттедім, жаңағы тәжірибелі боксшы, рекорды жақсы, тек қана бір жекпе-жек жеңілген екен. Рингте әлсіз қарсылас болмайды ғой. Өзімізде барымызша дайындалудамыз. Алдағы уақытта осы Австралия елінде болатын жекпе-жекте қазақтың кім екенін рингте көрсететін боламыз. Эрич Рокки енді австралиец, біз енді құдай қаласа соның жеріне барып төбелесеміз. Енді бұл жерде екі жақта да сондай қиындықтар бар да, оған да бізге енді оңайлығы да, біз сыртта төбелесеміз. Айдос енді біреулер айтады, выездной боксер дейді, сырт елде жақсы төбелеседі деп ойлаймын, құдай қаласа. Жаңағы австралиецке оған екі есе психологический жағынан екі есе қиындау болады деп ойлаймын. Енді бұл жерде біз мақсатымыз алға қойған жоспармен бәрін құдай қаласа жеңіске жетуге бәрі күш саламыз. Жалпы бапкеріміз өте тәжірибелі. Аллаға шүкір, ең бастысы бір-бірімізді жақсы түсініп жұмыс жасап отырмыз. Бұл жерде жаңа ең маңыздысы сол ғой, бапкер мен шәкірт бір-бірін түсінуі. Бұл бапкерден үйренгенім боксқа жаңағы ақылмен қарайды. Сондықтан қазір алдағы уақытта енді жоспарымыз жақсы. Жоспарымыз бұйырса енді әлем чемпионы болуы. Бар күш-қуатымызды салып еңбектенудеміз.